адамзаттың асыл тәжі болған сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның туған айы Мәуліт мерекесіне араға жыл салып қайта қауышудамыз. Бұл жақтағы жиналуымыздың себебі барлығымыздың жүрегімізді біріктіретін ол бір нәрсе, ол Аллаға деген иман. Енді осындай той томалақ қып өткізіп жатырмыз ғой, яғни кеш дейміз, рухани кеш дейміз, мәуліт кеші дейміз, тағы бір нәрсе деген аттармен шақырамыз. Негізгі мақсатымыз пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламды таныту екен. Бүгін сіздерге қолымыздан келгенше пайғамбарымызды түсіндіруге тырысамыз. Үмметім, үмметім деп өзінің бала шағасынан бастатқандығы үшін. Үмметім, үмметім деп қаншама байлықтан бастатқандығы үшін. Біз пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға неміз қарыздармыз. Арнайы өлең жырларын жарысында қосымша ұйымдастырған болатынбыз. Бізге 10 кісі жазды өлең жырларын жіберді. Соның ішіндегі Дәнекер Ботай бірінші орында алды. Бірінші орын Салауатта. Бүгінгі Мәуліт кешіміз құтты болсын. Мәуліт өте керемет өтіп жатыр. Алла разы болсын барлығыңызға. Халық өте көп болды. Мұхаммед пайғамбарымыздың бүкіл өмір баянын, жүрген жолдарын, Алланың жолында жүріп, солаға бізге жақсы өнеге бергеніне разымын. Аллаға шүкір етемін. Халқымыз тәртіпте, тәрбиелі болуына көмек берсін. Аспанымыз ашық болсын, аурудан Алла сақтасын. Ал құрметті бауырлар, альхамдулилля, бүгін кешімізді әдемі түрде өткізіп алдық. Қысатымыз осы кеш арқылы, енді басқа бір әдістеме ғой, осы кеш арқылы исламды тағы да тереңірек түсіндіріп, пайғамбарымызды танытып, мақсатымызға жеткен сияқтымыз. Кеш үшін атсалысқан баршаға, барлығына үлкен алғысымызды айтамыз. Алла разы болсын баршаңыздан, Раббымыз баршамызды пайғамбарымызға лайық үммет қылсын иншалла.